Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін өте дәмді, ерекше кешкі ас әзірлейтін боламыз. Ең алдымен етімізді алып, ұзыншалап турап алатын боламыз. Менде сиыр еті, өзіңіз қалаған кез келген етті алсаңыз болады. Етімізді жақсылап турап, үстіне 2 ас қасық соя соусын және 1 ас қасық жүгері крахмалын салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қоя тұратын боламын. Етіміз маринадталғанша дейін басқа керек заттарымызды тура беретін боламыз. Бізге 2 қияр және де 2 болгар бұрышы керек болады. Барлығын жуып, қиярымызды осылай бөліктерге бөліп, қиғашынан турап алатын боламыз. Одан кейін болгар бұрышымызды да осылай қиғашынан турайтын боламыз. Турап алғаннан кейін бізге пияз керек, 1 пияз. 1 пиязымызды алып, 4 бұрышты етіп турайтын боламын. 1 сағат өткеннен кейін табамызды отқа қойып, үстіне майымызды құйып, қыздырып аламыз. Содан кейін етімізді салып, қуыратын боламыз. Қуырылғаннан кейін пиязымызды салып, дәміне қарай тұзымызды салып, тағы да піскенше қуырып алатын боламыз. Пісуге жақындап алған кезде үстіне қиярымызды салып, 5 минуттай бетін жауып бұқтырып аламыз. Одан кейін болгар бұрышымызды салып, үстіне 2 дана сарымсақты салып, жақсылап араластырып, 2-3 минут тағы да бұқтырып алатын боламыз. Біздің салмамыз дайын. Енді мен гарниріне кірістім. Гарниріне менде күрішті жақсылап жуып алып, ыдысымызға сұйық майымызды құйып, жақсылап қуырып алдым. Одан кейін үстіне тұзын салып, суын құйып, қатты отта қайнатамын. Суы тартылғанша, суы тартылғаннан кейін баяу отта пісіретін боламын. Асты жабыспай, өте жақсы пісетін болады. Күрішімді кесеге салып, осылай тарелканың үстіне салып, жан-жағына подливымызды қоятын боламын. Кешкі асқа жасап көрсеңіз болады. Өте дәмді, ерекше, тойымды кешкі ас. Жасап көріңіз, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Қазақша контентті қолдап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер. Сіздермен болған мен, Айдана. Баршаңызға рахмет.